Әйел орамал тақпасы арын ұмытады деген мақал бар. Неге осы қазақтың келіндері орамалсыз жүрмеу керек? Жарғым, әйел орамал тақпасы арын ұмытады, күйеуінің барын ұмытады. Шашы тамаққа түседі, өзіне келген қонақтың назары түседі. Ал сәлем салмаса ше? Сәлем салмаса, өзін сыйлайтын қайната қайнағадан айырылады, тегін батадан қайырылады. Келін міндетті түрде халат, ұзын көйлек, орамал киіп келін болып шауып жүру керек пе? Иә қызым, дәстүр солай. Қыз қалыптан әйел болуға көндіретін ол сәлемі жат жұрттың алдындағы әдебі. Қыз күнін қиып, қыдыруын тиған қатын болады. Қатын болған адам қазанға отқа жақын болады. Құрсағын кеңітіп, бала тапқан кең болады. 62 тамырын иіткен ана болады. Басқа салғаннан ой түйіп, тағдырына бас игенге Құдай өзі пана болады. Үлкеннен көргенін бойына сіңіріп, өзі де сол әулетке сіңген келін дана болады. Ой апа, қазір жастарды емес үлкендерді де тәрбиелеу керек сияқты ғой. Бүркіт көзіне көрінгенді алмайды, көңілдегісін алады. Ақылды атаның баласы ерегіспей тектілігіне салады. Көргеніңе көз жұм да көңілдегіңді істе. Бәрі бір келін байғұсқа жүк дейді қазақ. Балам, жақсы келін ата енесін бағады. Ата-анасы ұнатқанды отағасы жылатпайды. Кемінде 6 бала тапқанның не айтса да, сөзінің құнары болады, қамықса қарайтын шырағы болады. Аз бала тапқанның тыпыршып айтар ұраны болады. Көп баласы бардың шөлдетпейтін бұлағы болады. Әйел келін болмаса, керім болмайды. Ана болмаса, ене болмайды. Ене бола алмаса, әдепті келіні және болмайды. Бәрі әйелге байланысты емес қой. Ер азаматта жәрдем беру қажет емес пе? Дұрыс, ақшаны азамат таппаса, ақшада береке болмайды. Әйел дүние тапқанмен, баққаны көше болса, екі дүниеде сорлайды. Еркегі үйіне қонбайтын үйдің қызы етегін жаппайды, еркіндік сақтайды. Қылық сақтақ құнсынбайды. Айналасын жинайын деп құнсынбайды. Ал ұлы ұсақ әрі бәдік болады, қатындардың тірлігіне қанық болады. Әйелі ашынып жүреді, бір ысып, бір суып басылып жүреді. Көршімен әңгімешіл боп, үйі бұқсып, шашылып жүреді. Ондай әйелден әдеп сақтар аяулы жар, салиқалы ана шықпайды. Еркекті ерітетін де әйел, жерітетін де әйел. Беделін биік қып, абыройын кемітетін де әйел. Әйел жұмсақ болмаса, ері далаға қашады. Далада жүріп көп бұлыққа араласады. Араласқан соң, тапа-тал түсте сөз таппай сасады, әр нәрсені сылтау қып, өтірік қайбат шашады. Әйелі жақсының ағайыны айналасында жүреді, ұрпағы ізетті болады. Түсіндім апатайым, мен сізді өте жақсы көремін.